Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге құс етін бөтегесін қалай пісіретінімді көрсетемін. Алдымен бөтегелердің ішін барлығын тазалап алдым. Сары қабықшасын алып тастадық. Ішін барын жақсылап жуып, тазалап, осылай сорғытып қоямыз. Егер бөтегені жақсы пісіретін болсаңыз, одан көптеген дәмді тағамдар жасауға болады. Бәліш, бүкпе, самса және тағы басқаларын. Мен қазір 2 үйректің бөтегесін және қаздың бір бөтегесін қосқалы жатырмын. Кішіректері тауықтың балапандарынікі. Бөтегені салма ретінде пайдаланатын болсаңыздар, оған ыстық су құйып қайнатып пісірген дұрыс болады. Сонда дәмдірек шығады. Су қайнаған кезде көбігін алып тазалаймыз. Дәмі одан да дәмдірек болу үшін бір сәбіз және пияз қосуға да болады. Және өз қалауыңызша тұз сепсеңіз де болады. Балапанның бөтегесі 20-30 минутта дайын болды. Үйректікі 45 минутта, ал қаздыкін мен 1,5 сағат пісірдім. Барлық бөтеге пісіп болған соң үлкендерін тураймыз, ал кішкентайларын осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Осы бөтеге салмасынан мен және бір пиязды қосып тартып алдым. Дайын болған фаршымызға қалауымызша тұз және бұрыш қосамыз. Барлығысын жақсылап араластырып болған соң дәмді тағамымызды дайындай беруге болады. Келесі видеода осы фарштан мен пеште піскен дәмді бүкпелер дайындайтын боламын. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.